Сәлем бердік барша қазақ жұртына. Бүгін сіздерге қытырлап шығатын слоеный самсаның рецебін ұсынамын. Каналыма тіркеліп алыңыздар, алдағы уақытта жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Бөлме температурасындағы суға тұзды араластырып, оны ұнға қосамыз. Жақсылап қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан соң 15-20 минутқа тындырып қойып қоямыз. Пакетке салып бетін жауып қойсаңыздар да болады, немесе ыдысқа салып бетін жауып қойсаңыздар да болады. Енді тынған қамырымызды теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті осылай домалақтап, пакетке немесе ыдысқа салып бетін жауып, тағы да бір 10-15 минуттайға қалдырамыз. 10 минуттай демалған қамырымызды ұн сеуіп, оқтаумен жаямыз. Қамырды дөңгелек форма етіп жайсаңыздар да болады. Мен 4 бұрышты етіп жайдым. Өйткені рулет қылып ораған кезде ыңғайлы болу үшін. Қамырды жайған кезде қатты жұқада, қатты қалыңда болмау керек. Орташа болу керек. Ертілген суыған сармайды осылай жағып шығамыз. Осылай 4 қамырды әрқайсысын осылай 4 бұрышты етіп жайып, бетіне ертілген суыған сармайымызды жағып шығамыз. Сармайдың бәрін жағып болғаннан соң, оны осылай рулет қылып ораймыз. Қамырды орағанда ауа кіріп кетпеуін қадағалаңыздар, нығыздап осылай ораймыз. Енді қамырды теңдей 2-ге бөліп, міне осындай қатпарлы болып шығады. Морозильникке тақтайшамызға ұн сеуіп, 1-2 сағатқа, яғни қамыр қатыңқырағанша қойып аламыз. Әр үйдің морозильнигі әртүрлі, кейбір морозильниктер тез қатыруы мүмкін. Енді салмасын дайындаймыз. Фаршқа үккіштен өткізілген пиязды, қара бұрышты және қалаған дәмдеуіштеріңізді қосып, тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Пиязды ұсақтап қолмен турасаңыздар да, мясорубкадан өткізсеңіздер де, блендермен өткізсеңіздер де болады. Енді жаңағы морозильниктен қатқан қамырымызды әрқайсысын 35-40 граммнан 45 граммнан бөлсеңіздер болады. Мен көз мөлшермен, жобамен осылай әрқайсысын бөліктерге бөліп шықтым. Енді ұн сеуіп, осылай жаямыз. Толтырып, бір ас қасық фаршымызды салып, осылай 3 бұрышты етіп, видеодағыдай етіп, бекітіп шығамыз. Бекітіп болғаннан кейін, бұны біз астыға қаратамыз. Осы тігісін астына қаратып, противень немесе табамызға қоямыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт немесе тмин дәні немесе мак сепсеңіздер де болады. Бетіне әсемдік үшін осылай сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста дайын болғанша пісіреміз. 30-40 минуттай кетеді. Әр пеш әртүрлі болғандықтан өз пешіңізге ыңғайланып пісіресіздер. Мендегі градус емес Фаренгейт, егер Фаренгейт болатын болса 360 градустай етіп аласыздар. Мінекей самсамыз дайын, қатпарлы, қытырлақ болып шығады, өте дәмді. Барлығыңыз жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, менің каналымның дамуына үлес қосып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.